Сәлем бәріне, қалдарыңыз қалай? Міне әне дегенше күз қыс мезгілі жақындап келді. Дала тым суық, ауа райы құрғақ болған кезде адам баласы өздеріңізге белгілі тұмауға жиі шалдығады. Яғни осындай ауа райында тұмауға шалдықпас үшін біз алдын ала аламыз ғой. Неге сол ережені сақтамасқа? Бүгін давайте бәріміз келісіп, бір қайталап өтейік. Бәлкім сізге не болмаса сізге бір пайдасы тиіп қалады. Себебі алдын алатын болсаңыз, тұмаумен аз ауыратын болсаңыз, қартайған кезде жасыңыз ұзағырақ өмір сүріп, ағзаңыз жақсырақ өзінің міндетін атқаратын болады. Біле білмесеңіз, тұмаудан кейін ағзамыз Ең алдымен мен сіздерді менің каналыма тіркелуге шақырамын. Осы белгіні басу арқылы каналға өтіп, подписка жасап, лайк қойып кетуді ұмытпаңыз. Сол кезде мен сіздер үшін видео түсіруге әрмен ғана шабыттанатын боламын. Сіздерге алдын ала рахмет. Ал енді біздің жаңағы тұмауымыздың алдын алуына кірісетін болса, ең маңызды бәріне белгілі ол ауаның құрғақтығы салдарынан және де күннің күрт салқындау салдарынан болады. Күннің күрт салқындау кезінде сіздер көбінде жаңағы көктем жаздық киімді киіп жүріп, резко қалың киіп бастайсыздар. Сол ең бірінші қателік. Және де ең үлкен қателік күн салқындаған кезде мен шөл демедім деп су ішпей қою. Неге десеңіздер, себебі сіздің ағзаңыз жаз мезгілі бойы, дене жаңағы терлеріңіз жаз бойы жұқа ашық киім киюге үйренеді. Ал осылай күрт ауа райы салқындаған кезде менің байқауым бойынша көбісі тым қалың киіне бастайды. Соның салдарынан сіз жаңағы бір бөлмеге кірген кезде тым терлейсіз, сыртқа шыққан кезде қалың киімнен жаңағы денеңіз демалмай, ауа бармай құрғай бастайды. Соның салдарынан ең алғашқы тұмауға алып баратын жолы болып саналады. Ол үшін күн салқыған кезде жаңағы киімдерді поэтапно, яғни бірінші күн кішкене жұқалау, екінші күні үстіне бір кофта қосу, үшінші күні шарф қосу арқылы қалыңдатамыз. Негізінде осы айтып өткен дене температурасы өте маңызды роль атқарады. Көбісі оны кішкентай балаларға келген кезде ғана әрекет ретінде қабылдайды, ал үлкендер өздерін ұмытып кетеді. Жаңағы баратын бөлмеңіз, қонағыңыз, жаңағы помещениеңізге қарай арнайы киіну керек. Қанша уақыт өткізесіз, соған да байланысты. Тым қалың киініп алып, помещенияның ішінде ыстықтап, терлеп шығатын болсаңыз, әрине ауырасыз. Сол себепті міндетті түрде денені сол баратын ортаға дайындау қажет. Ол бірінші ереже. Ал екінші ереже бағана айтып өткен су жайлы. Суды біз жаз мезгілінде шөл дегеннен күннің ыстығынан жақсылап ішеміз. Жаз бойы көкөністер, жаңағы күн шуағынан дәрумен алып, ағзамызды біз жаңағы барлық дәрумендерге байытамыз. Сол себепті күз мезгілінде резко күн суған салдарынан біздің ағзамыздағы барлық дәрумен дәл солай тез азая бастайды. Соны біз сақтап қалудың жолын жасауымыз керек. Ол үшін біз күнделікті таңертең кешкісін ішіп жүрген суымызды шөлдемесек те ішуіміз қажет. Және де одан бөлек міндетті түрде жаңағы овощ, фруктыларымызды дәл солай жеп, егер де жақсы көрмеген болсаңыз, оларды жаңағы БАДы, яғни арнайы дәрілердің түрлеріне жасалған сондай ішу қажет. Сол кезде сіздің иммунитетіңіз түспейді. Ал үй жағдайында көтерілетін иммунитеттердің ең күшті маған ұнайтын түрлері ол куркума мен қарапайым чеснок.
Куркуманы қалай пайдаланамыз десеңіз, куркума күнделікті таңертең ішкен суыңызға жарты жаңағы шай қасық салып, жақсылап араластырасыз. Осыны күнделікті ішетін болсаңыз, иммунитетіңізді көтеріп, ағзадағы токсиндарды шығарып, бетіңіздің терін, келбетін қалпына келтіріп берер пайдасы өте көп. Және де күз мезгілінде қақсайтын буындарға жақсы пайдасы тигізеді. Негізі куркума туралы оқып Википедиядан іздейтін болсаңыздар, сіз міндетті түрде куркумамен достасасыз. Тамаққа да қосуға болады. Мысалы, мен күнделікті әр қандай тамақ жасасам да бір шай қасық куркума қосып отырамын. Сөйтіп мен өзімнің отбасыма иммунитетін жақсы ұстауға көмегін беремін. Ал чеснок жайлы барлықтарыңыз білесіздер, ол бұрыннан келе жатқан емдік қасиеті бар және өте тамағымызды дәмін беретін чеснок. Чеснокты күнделікті түскі немесе кешкі ас ішкен кезінде бір данасын ғана алып, тамақпен бірге жейтін болсаңыз, денеңізді жаңағы тұмауға қарсы иммунитетіңізді қатайтатын боласыз. Солай өте жақсы септігін тигізеді. Негізінде айта берсек, чесноктың берер пайдасы өте көп. Тек қана бізде уақыт жетпейді. Атау маған қазір жазады, өте көп сөйлейсің деп астына. Әзіл. Ал енді жаңағы күнделікті столымызда чеснокпен, ішкен суымызбен тамағымызда куркума болатын болса, иммунитетіміз көтеріліп нығаяды. Одан бөлек бізде әдеттерді сақтау керек. Ол қандай әдет десеңіз, әрмен қарай тыңдаңыз. Міндетті түрде сақталыну керек әдеттер. Тамақты ыстық күйінде ішеміз, яғни дайын болған сәтте ішу қажет. Тым суып кеткен тамақты ішетін болсаңыз, иммунитетке әсерін береді. Күнделікті ішіп жүрген судан бөлек, өте жиі шай не болмаса ыстық су ішетін болсаңыз, тұмауға бейім болмайсыз. Күнделікті 2-3 мезгіл қолыңызды сабынмен жақсылап жуып отырыңыз. Әр телефон ұстаған сайын не болмаса, әр ортаға барған сайын жуып отырыңыз. Сол кезде тұмауға жақын болмайсыз. Өйткені қолда барлық вирустар жүреді. Және де ұйқыны жақсылап қандыру. Ұйқысы қанған адамның иммунитеті төмен болмайды, яғни сіз ауруға бейім болмайсыз. Ал соңғысы міндетті түрде ол ауаны тазалау. Ауаны тазалау, ол барлықтарыңыз білесіздер. Қарапайым терезені ашып, күніне 2 мезгіл не болмаса кем дегенде 1 мезгіл 10-15 минут ашып ауаны тазалап алу. Және де күз мезгілінде үйге отопление берген кезде үйдің ауасы құрғап, сол құрғақ ауа біздің тамағымыздың, құлағымыздың бітелуіне алып келеді, яғни ол ОРВИдің бастамасы. Сол себепті міндетті түрде ауаны ылғалдандырып тұру керек. Ылғалдандырғыш арнайы аппараттар бар, соны сатып алып қойып қойсаңыз да болады. Не болмаса үйге влажная уборка, яғни ылғалды уборканы жиі жасау қажет. Мысалға, столдың үстін жиірек жаңағы сулы тряпкамен сүрту, еденді сулы тряпкамен сүрту, және де гүлдерді жиірек су ару. Ал енді жаңағы суық заттарды жеуге, ішуге болмайды деп айту енді ұят, бірақ бәрібірде естеріңізге салайын. Мейлінше жаңағы тоңазытқыштан суық, балмұздақ, суық суларды жемес бұрын 5-10 минут тоңазытқыштан шығарып ұстаған жөн. Және де жейтін алдында сол суыңызды не болмаса балмұздағыңызды, жаңағы суық тамағыңызды 5 минут қолда ұстасаңыз, сіздің дене температураңыз тамақтың температурасына ақырындап дайындалып үйренеді. Сол кезде сіздің ауырып қалмауыңызға кішкене болсын көмегі тиеді. Сол себепті осы айтылған ереженің бәрін сақтайтын болсаңыз, өзіңізді тұмаудың алдын аласыз. Ал тұмау ол біздің ағзамыздың әлсіреуіне алып келеді.